Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, бүгін керемет техникамен сіздермен бөлісемін. Бұл техниканы кімдерге жасауға болады? Бұл техниканы егер сіз күйеуіңізбен немесе келіншегіңізбен, қызыңызбен, балаңызбен, любой кіммен ұрыссаңыз да, сол адаммен қайта жарасу үшін жасауға болады. Өз қателеріңізді біліп, ол адаммен сіз жарасқыңыз келсе, осыны жасау керек. Мысалға, үйде қатты ұрсып қалдыңыз күйеуіңізбенен, енді жағдай ушығып, қатты скандал болып жатырса, онда сіздің үйіңізде егер новый түйреуіш болатын болса, новый түйреуіш алып қою керек. Сондықтан новый түйреуіш аласыз. Мен үлкен түйреуішімді таба алмадым, тек мына үлгі үшін осы түйреуішті, кішкентай түйреуіш бар екен, соған көрсетемін. Үйде новый түйреуіш ұрсып, енді жарасқыңыз келеді ғой. Сол кезде өзіңіз бөлек бөлмеге кетіп қаласыз да, осындай түйреуіш аласыз. Новый болу керек түйреуіш. Түйреуішті аласыз, алғаннан кейін мына түйреуішті бүйтіп ашасыз. Түйреуішті ашасыз, ашқаннан кейін 7 рет дұғаны оқисыз. Дұғаны мен комментарийға бекітіп қоямын. Егер сіз новый подписчик болсаңыз, дұға комментарийда тұрады, бекітіп қоямын. Сол дұғаны 7 рет оқисыз. Дұғада атыңыз және ұрсып қалған адамның аты деп тұрады, соған өзіңіздің атыңызды және ұрсып қалған адамның атын айтасыз. Айтқаннан кейін мына түйреуішті алып, көйлегіңіздің сол жақ ішкі жағынан, мына денеңізге жақын болу керек та, сол жақ ішкі жақтан осы түйреуішті бүйтіп қадайсыз. Қадаған кезде тағы 1 рет оқисыз дұғаны. Общий сонда 8 рет болады. 1 рет оқисыз. Оқыған кезде сіз көз алдыңызға елестетуіңіз керек. Ол адаммен жарасып, екеуіңіз тату-тәтті болып жатырғанын елестетуіңіз керек. Сосын өстіп көйлегіңіздің ішкі жағынан, сол жағынан осылай түйреп тастайсыз. Бұл 1 сутка тұру керек. 1 суткіден кейін түйреуішті аласыз да любой ағаштың түбіне лақтырып тастайсыз. Болды достар, осыдан кейін сіз ұрсып қалған адаммен қайттан татуласасыз. Жасап көрің достар. Егер скандал зат болып жатырса, әрине болмай-ақ қойсын. Егер біреуге керек болып қалар деп, паделеріңізге жарасын деп, осы видеоны түсіріп жатырмын достар. Сәттілік бұл айға, күнге байланысты емес. Ұрсып қалған жағдайда осы скоропомощникті жасауға болады. Сәттілік.